90'lık теориясына қош келдіңіз. Нарық кездейсоқ емес. Понедельник өтеміз, оған берсін. Понедельникке қалар. Қай уақытқа барайық? Өзіңіз айтыңызшы, бір сентябрьдан бері. Біз алдың қай уақытын жасадық? Есіңізде бар ма? Біз сентябрьден бастадық сол кезде, августтан ба? Сентябрьден бастадық, бірақ ана не симулятор арғай бармай ма кішкене премде? Сол қай уақытқа дейін жасадық, яғни? Кеше ноябрьдің 13-ін жасадық. Ноябрьдің 13-ден бастап жасадық. Кеше, алдыңғысында. Қазір сонда біз қайсынан бастаймыз? Сол ноябрьдің 13-нан бастасақ, қаншасына дейін жасадық, соны білесіз ба? Так. Ноябрьдің 13-і бастапты. Пятница болып, вторник, среда. Ноябрьдің 20-сына барсаңыз болады. 20-сына дейін барған жоқпыз. Ноябрьдің 20-сына. 3 күн қарадық, иә. Ноябрьдің 13-нен бастап 3 күн қарадық. Менде свет слабый болып жатқан сияқты. Сізге качество жақсы көрініп тұр ма? Көрініп тұр, иә. Так, ноябрьдің 20-сы. Так, мына күні бізде пятница екен. Жұма күні. 20-сы ма? 20-сы? 21 екен. Осы жерден бастай берейік. Уже как раз Q1 бітті. AMD-XP'ен қарайық пока. Так. Депозитпен жасаймыз ғой, депозитсіз ба? Депозитпен жасайық, мы солай жақсы қалды. $100 бастайық онда. Так, $100. Так, бірінші бір қарап алайық. Сағатқа қарап, кішкене структураны қарайық. 4 сағат, 1 сағаттан. 4 сағаттан қарайық. Так, бізде мынау пока шартовый келе жатыр рынок. Пока шорт келе жатыр. Босс. Но бізде чөтші болады. Но бізде келесі босс. Бізде мына жерде RBS бар. Так, сағат кіреміз.
Так, сағатта енді бізде мынау бізде алдыңғы күннің максимум дейді ПДХ және ПДЛ. Оңай анықтауға болады, яғни біз жұма күні болсақ, мынау бізде бейсенбі күні ғой енді. Иә. Осы сразу осылай қарасаңыз, мына хай мен лоу көрініп тұр осы күні. Так. Енді көрейік. Бізде қандай сценарий күтуге болады енді біз. Біз мынандай күтеміз, IMDX болатын болса, мынау шешіледі, Q1 хай шешіледі, и осылай кетеді. Лоуға дейін, даже R5 кетін стаса болады. 15 минут қояйық. Так, бір сағаттан ішкі структураны сыз жөрек, бірінші бос сломдарды. Так. Но ликвид тоже, пока на жерде ештеңе сызылмайды екен әлі. Там көрініп тұрған жоқ. 15 минут қойтайық. 15 минутта бізде уже Q1 хай шешілді. Q1 high, Q1 low. Так. Енді бірақ бізде ПДХ шешілген жоқ. Мына жерде классикал А десек, мына жерге келмейді даже, иә? Классикал Аға. Сол үшін не істейміз біз? Тағы өткіземіз. Шешілгенін күтіп, сен подтверждениемен кіруге болады. Опа. Шешілді бізде. Мына жерден мынандай реакциядан кейін кішкене кіріп көруге болады дәл осы жерде. Тебайын кіріп көрейік. Арақта бізде бірақ ешқандай K-level'ымыз жоқ. Сағат кіріп көрейік. Ешқандай ештеңе жоқ екен. Так, осыған кіріп көрейік. Q1 low. Немесе мынау PDL-ға дейін. Бірге 11 error. Так, осылай болсын. $100, так, рискіміз біздің $10 болады. Алып кеттік, сенімен. Так, реакция алды, сразу бұл қойып тастаймыз мына жерге. Бірақ бұндай сделкалар сразу айтайын опасныйлар болады, өйткені бізде K-level жоқ. Бірақ бізде ПДХ-ға шешіп бар, ликвид шешіп жоғарыдағы. Хотя Q1-ға дейін неге рисковать етіп көруге болады. Немесе модельмен кірсеңіз болады, подтверждение алу үшін. Үлкен эррор ұстау үшін кішкене рискпен кіріледі бұндай жағдайда. Так, кеттік. Q1 лоуымыз шешілді біздің. Пока нормально. Все, тейк. Тейк. Бізде так, но бізде $110. 11 error. 11-де 68, яғни $116. Реквестке бірге бір жасап алдық қой. Уже бірге бір, иә. Так, енді бұл күнді өткізе салайық. Арғы аптаны бастайық, жаңа аптаны. Как раз R5 келген мына жерден. Бағына сызған. Бәрібір нисходящий тренд болса да, осы R5-тен реакция алып тұр. Енді бізде пока мына жерге ликвидность болып тұр. Немесе мына ішкі ликвидность. Мына ішкі ликвидность, мына сыртқы ликвидность.
Так, бізде жаңа апта басталды. Q1 өткізіп жібереміз. Так, енді біз қандай сценарий күтеміз бұл жерден? Соны қарап алайық. Сіз қалай күтетініңіз осы жерде? Сіз өзіңіз ойыңыз айтыңызшы. Жоғарыдан мына жерден бір реакция алып төменге түсетін шығар деп отырмын. Так, понедельник именно мына жер пока ешқандай не айтып тұрған жоқ шы. Негізі, хотя біз осы немен жұмыс жасаны, күндікке өтейікші. Күндікті не дейді биастарымыз. Бізде так, анау сырт так ішінде жабылды, по-моему. Бірақ мына понедельник бізде хотя бы осы хайлоумен жұмыс жасау керек еді. Міне. Ал бізде биас бойынша қарасаңыз, бізде Денисмен жаумаған, алдың күні. Бұл деген сөз Оларға екен деп тұр. Лонг болуы мүмкін. Лонг болса біз қалай қараймыз біз? Қазір былай істейміз, мынаны 4-ке бөлеміз. Дәл осылай баға бізге X AMD жасайды. Дәл осылай алып кетеді. Немесе дәл мына жердегі ликвид тек қана Q1-ның кейде ішкі ликвидін ғана шешеді. Яғни бізде Q1 ликвидность бөлінеді кәдімгі былай структура ретінде қараған кезде, мынау Q1-ның high low бізде ол сыртқы ликвидностьтар ғой. High мен low. Ал мынау получается мынау ішкі ликвидность болып тұр оның ішіндегі. Мынау немесе мынау. Баға былай болуы мүмкін қазір даже. Мынау Q1 low жасап осылайынан и осылай кетуі мүмкін жоғарыға. Яғни бізге high мен сыртқы ликвидпен жұмыс жасауға. Және былай қарасақ, мына жерде классикалық A бар, V бар, то есть. Классикалық V, мынау ликвидность. Астындағыларды жата ма бұға? Жатпаймын. Қайсы, мынау ма? Олар да жатады. Пока бұл жерде өткізіп жібереміз. Нақты әдемі жоқ. Өткізіп алған дұрыс, ең дұрысы. Понедельник өткізіп жіберейік, вторниктен бастап қарайық. Дәл өз. Ішкі ликвид шешті, классикалық V-ға келді. И кетті дәл. Жоғарыдан ана A-дан реакция алды ойдың, осы A-дан реакция алып тұрған. Реакция алды, қайттан ішкі ликвид шешті, мына жерде қайттан классикалық V-дан реакция алды. Бұлай болды. Көбірге барған жоқ. X AMD деп алсақ тұнаншы, барған жоқ. Өтсекте. Понедельник болған екен болады ондай. Понедельник всегда идеален жасамайды. Классикалға және мына жер классикалық жүріп. Мына жерде ішкі ликвидтер тазартты. Келесі күнге өтейік. Так, қай ет қалды. Стопта тұр, бірақ кішкене интернет тупит еткеннен баға өзіңіз жүріп кетіп жатыр. Кетіп жатыр ма? Стоп болмай жатыр. Екінші күніміз өтіп кетті осылай. Так, классик.
мына күні енді разбор Среданы қарай шығады. Ага, разбор жасай жөнді. Вторник сонда бізде только Киван Хайды шешті енді қазір. Жоғар кетіп бара жатыр. Еще күндік пен бізде, по-моему, закреп болды. Ана жер закреп болды. Понедельник күнге. Вторник күні. Даже на жерден қарасақ. Понедельник, вторник закреп болған. Дальше вон кетті ма? Ага. Еще бізде аяқтан слом болып жатыр уже. Ішкі слом болып жатыр. Баға енді мына ликвидностьтармен жұмыс істейін деп тұр даже намен. Осы ликвидностьпен барайын деп тұр қазір. Так, үстік. Осы жерден қарай аламыз. Киван өткізіп жіберейік. Киван хай. Киван лоу. Так, енді көрейік. Бізде қандай сценарий күтуге болады? Мына жақта классикаға бар. Болып тұрған жер ликвид шешіп тұрған. Мына жер ликвид шешті. Қазір баға осыған келсе, осыдан көруге болады. Киван лоуға дейін. Кішкене өткізейік. Хайды алыс шештім бірінші. Так, хай шешілді бізде. Так, осылай. Примерно осылай көріп бірге 10 бар тоже жерлер. Ал кеттік. Так, бізде алмады лимитканы. Яғадына. Ага, алмады. Енді мынаны алып тастай саламыз лимитканы. Шынандай уже құлақ қойғаннан кейін, если тағы баратын болса, уже алып кетуі мүмкін. Стоппен бірге. Сосын, болды алып тастаймыз лимитканы андай реакциядан кейін. Так, стоп. Ана жерден кірейін деп тұрмын. Ана жерден кіре салайық. Ана жерде бізде QML бар. QML бар. Осыдан кіріп көруге болады net осыдан. Осылай. И осылай. Лоуға дейін бе? Киван лоу немесе на ликвидтарға дейін даже. Мынаған хотя бы мынаған дейін ұстауға болады ішкі. Если киван лоудасын анталыққа дейін деп тұр қазір. Осылай болсын, $10 риск, $68 пайда болады деп болса. Все, бұл қойып тсек на жерге сразу. Екі сайын не болып қазір бейіп кету мүмкін мынаны. Лоуын алады, осылайынан жоғарыға. Вот так. Алды. Так, плюс бізде $68. Бізде мынаны да шешті.